Бүгінгі эфир, бүгінгі тема ол жертва. Яғни өзіңіздің жертва екеніңізді, құрбан екеніңізді қайдан білесіз? Жалпы негізі бұл нәрсе, постоянно жертвенностьте өмір сүру бұл бүкіл адамға тән нәрсе. Неге? Өйткені адамдарда не то, что жаңағы зиянды заттардан, онымен қатар адамдарда негативный эмоциялардан да адамда тәуелділік болады. То есть сіз өмір бойы өзіңізді бейшара санап или там жалеть етіп те үйреніп қалған адам болсаңыз, сізге периодически сол нәрсені сезініп тұру бір андай қалыпты жағдайға айналып кетеді. Даже сіздің өміріңізде бәрі жақсы болса да, сондай моментті өзіңіз бақылап көретін болсаңыз, мен бұрын сөйтетінмін, бәрі жақсы, өміріңізде уайымдайтын ешқандай нәрсе жоқ, бірақ сіз өз-өзіңізден бір қайғырып алғыңыз келеді, бір жылап алғыңыз келеді да, отырып аласыз да там қайғылы видеоларды қосып қойып, сол адаммен бірге қайғырып, сол адамның состояниесіне, сол адамның орнына өзіңізді қойып қайғырып деген сияқты да. Даже үйтіп ешкімнің өмірін көрмесеңіз, онда аласыз да отырып алып, болмайтын бір картинкаларды представлять етіп, қайтып сізді адамдарды жалеть етіп жатқанын, или не знаю, сіздің қадіріңізді біліп жатқанын деген сияқты нәрселерді представлять ету, сол эмоцияларды периодически сезініп тұрудың барлығы бұл эмоцияға деген тәуелділік. Бұл бірінші симптомы, то, что сіз жертва екеніңіздің, да. Екінші белгісі, смотрите, мысалға сіздің кез келген ойыңыз, установкаңыз, сіз оны білмей тұрғанға дейін ол ойды, ол сіздің автоматты программаңыз, да? Сіз білмейсіз, автоматты түрде сол оймен, сол программамен өмір сүріп жүрсіз. Но как только сіз ол ойды анықтайсыз, ол программаңыздың бар екенін анықтаған, и ол нәрсені проработать еткен сәттен бастап, ол автоматты программа болуын тоқтатады. Өйткені сіз уже біліп тұрсыз, да? Сізде сондай программаның бар екенін, сондай установканың бар екенін, сондай установкамен өмір сүріп жүргенің, осы күнге дейін өмір сүріп келгеніңізді сіз білдіңіз, и сол білген сәтіңізден бастап ол уже сіздің автоматты әрекетіңіз емес, ол сіздің уже неңіз, ол сіздің таңдауыңыз, яғни это ваш выбор уже. То есть сіз, мысалға, менің өмірімде мынандай нәрсе болды. Бұрын, осыдан 3-4 жыл бұрын, 4-5 жыл бұрын даже, бір қызбен сөйлесіп қалам, өстіп маған бір предложение етеді, жұмыс бойынша. Мен айтамын сразу, жоқ, я не могу деп. Сосын сұрайды да, не үшін деп. И мен өмірімде бірінші рет мен сол установканы сол кезде түсіндім да, мен. Оказывается, маған мысалға адамдар айтса, давай ананы бүйтейік, мынаны сөйтейік, бірдеңе айтатын болса, мен сразу нет, не могу, жоқ деп жауап береткем да всегда. Сосын ол менен сұрады да, сен не үшін не можешь деп. И мен, прикиньте, сол сұраққа мен жауап таппадым. Мен білмеймін, не үшін етіп ол кезде жауап бергенімді, не үшін жоқ деп айтқанымды, не үшін қолымнан келмейді деп айтқанымды мен білмеймін. Представляете, мен сол нәрсені ойландым да, мен шынымен не үшін жоқ деп жатырмын. Я же могу деп ойлансам, я действительно, оказывается, могу. Бірақ мен не үшін оған автоматты түрде жоқ деп айтып тұрғанымды, мен қолымнан келмейді деп айтып тұрғанымды білген жоқпын. Видите, ол менің автомат реакциям болды. То есть адамдар менің, ол знаете, қандай установка болған? Типа адамдар маған өзінің қалауын жасатқысы келеді, а мен любым способом адамдарға қарсы тұруым керек, олардың қалаған жасамай, өзім қалауым жасауым керек деген нәрсеге ерегістік ішімде болған екен да. И мен олар маған даже пайдалы нәрсе, жақсы нәрсені айтып жатса да, мен жоқ не могу, представляете? И солай мен барлық нәрсеге, бүкіл мүмкіндіктерге мен араласпаймын, мен қолымнан келмейді деген сияқты жауап бере бергенмін. Мен как только соны түсіндім, мен таң қалдым, 2-3 күн бойы таң қалып жүрдім да, қалай мен осыған дейін жоқ деп айтып келгенмін, сонда себеп болмаса да қолымнан келмейді дей бергенмін. Неге деген кезде айналып келгенде бұл менің автоматты программам екенін түсіндім. А соны білгеннен кейін уже мен біреу маған бірдеңе айтса, мен уже ойланып бастайтын болдым да. Мысалға маған бір нәрсе предлагает, да, давай осылай істейік, или былай барайық, бүйтейік, сөйтейік деген сияқты нәрсе. Маған біреу ұсынса, сондай ұсынысты, мен уже ойланатын болдым да. Мен қолымнан действительно келе ма или келмей ма? Или бұл менің автоматты установкам ба деген сияқты. Сол күннен кейін 2-3 күн айттым ғой, 2-3 күн мен думкада жүрдім. Мен как так деген, мен миыма сыймады да нәрсе.
и мен уже саналы таңдау жасап бастадым. То есть мен уже егерде келесі жолы да мен оған менің солай установкамның бәрінің бар екенін біле тұра, мен дальше солай өмір сүріп жүре берсем, дальше өміріме келіп жатқан мүмкіндіктерге жоқ деп қолымды қарсы қойып өмір сүріп жүрген болсам, мен кім боламын? Мен жертва боламын, понимаете? Мен сол жертва болудан бас тартып, мен уже өмірімнің шешімдерін өзгертіп бастадым. Как только маған біреу ұсыныс жасайды, мен сразу ойланатын болдым. Қолымнан келе ма, келмей ма? Мен істей аламын ба, істей алмаймын ба? Пайдалы ма, пайдасы ба деген нәрсеге саналы ойланып, уже біраз нәрселерді содан кейін жасадым. То есть, понимаете, сіз как только өзіңіздің установкаларыңызды, мысалға, мынандай жағдай болады да өмірлеріңізде, почему өмірлеріңізде өзгеріс болмайды? Например, сіз проработка жасадыңыз да, мысалға сіз менің қолымнан түк келмейді деген ойыңызға, установкаңызға, допустим, проработка жасадыңыз, проработка кезінде бәрі шықты, сіз қуандыңыз, там облегчение сезіндіңіз, өзгерісті сезіндіңіз, бірақ біраз уақыттан кейін сізде андай қайтадан көңіл күйіңіз түсіп, қайтадан я не могу деген состояние келеді. И сіз біліп тұрсыз да, уже келесі ол состояние келген кезінде сіз уже білесіз оның ол установканың қайдан пайда болғанын, ол установканы сіз уже алып тастағаныңызды, онымен жұмыс жасағаныңызды, сіз онымен жұмыс жасай тұра ол нәрсенің қайтадан келіп тұрғанын сіз уже білесіз. При этом сіз ол ойға, ол нәрсеге қарсы шықпайсыз. Почему? Потому что сіз жертвасыз. Сізге ұнайды, к сожалению. Өкінішке орай, сіз ойламаңыз, ой, мен сорлы екенмін, мен жертва екенмін деп өзіңізді осы моментте жазғылаудың қажеті жоқ. 100% адам, бүкіл адамда жертвалық бар. Неге екені барлық адамның организмі бірдей ғой. Барлығымызда сондай негативный эмоциялардан зависимость бар. Айттым ғой, өзіңіз даже проблемаңыз жоқ болса да отырып алып представлять етіп қуа бересіз да, ондай нәрселер бар. Сол үшін де осы сабақтан кейін сіз ойланып бастаңыз да, сіз уже проработка жасадыңыз, оны почему мен сіздерге ойланып жүріңіз, осознать етіңіз, терең түсініңіз, бір проработка мен екінші проработканың арасына уақыт салыңыз деп почему айтам? Потому что сіз миыңызбен осознать ету керексіз да. То есть қараңызшы, мысалға бала кезіңізде сізге, допустим, мамаңыз айтты да, сен қолыңнан түк келмейді, сен адам болмайсың деді да. И сіз өмір бойы менің қолымнан түк келмейді, мен адам болмаймын деген, допустим, сондай оймен өмір сүріп жүрсіз. И сізге келеміз да, мен проработка жасаймын, мамаңыздың ойын өзіңізге қайтарасыз, өзіңізді ойып, өзіңіздің ойыңызды өзіңізге алып, қолымнан келеді деген нәрсе, допустим, басыңызда пайда болды да. Сіз қолымнан келеді деп біраз уақыт жүресіз да, и бір заманда сіздің алдыңыздан қайтадан бір проблема шығады. Сол кезде сіз қайтадан менің қолымнан келмейді деген ойға жабысып аласыз. Ой, бұл проработканың бәрі өтірік, ешнәрсе жұмыс жасамайды, менің қолымнан келмейді деп отырып аласыз ерегісіп. Почему? Потому что сізде опять жертвенность. Сізге ұнайды әрекетсіздік, сізге ұнайды еш нәрсе істемеу, сізге ұнайды сол бұрынғы таңдауды таңдап өмір сүру. Өйткені сіз өзгерістен қорқасыз, өйткені сіз жауапкершіліктен қорқасыз, понимаете? Егер сіз менің қолымнан келеді дейтін болсаңыз, сізге придется работать, сізге придется пахать, да? Ол работать деген не обязательно барып қара жұмыс емес қой, ол өзіңізбен дальше жұмыс, ол психикаңызбен жұмыс, ол өміріңіздегі мүмкіндіктерді пайдалану. То есть сіздің менің қолымнан келеді дегеннің артында үлкен жұмыс тұр, үлкен өзгеріс, үлкен белес тұр. Сіз оған дайын емессіз, внутренне, понимаете? Сіз оған дайын емес болғаннан кейін сізге выгодно, менің қолымнан келмейді деп диванда жату сізге ұнайды, өкінішке орай. Поэтому сіз бұрынғы выборыңызға уже бұның алдында сіз білмей, мен қолымнан келмейді деген нәрсені өзіңіз білмей айтып, өзіңіз білмей жасап жүрген болсаңыз, осы жолы сіз соның түп тамырын біле тұра, оның жай ғана ойыңыз екенін, оның анаңыздың айтқан жай ғана сөзі ғана екенін біле тұра, сіз сол таңдауды опять тағы да жасайсыз. Почему? Өйткені мысалға ойлап қарасаңыз, мамаңыздың сол бір айтқан сөзі, ол бір таңба емес та, ол ешқандай бір клеймо емес. Ол сізге бетіңізге мындай печатьті басып, ойып тұрып, мынаның қолынан түк келмейді деген справка берген жоқ сізге ешкім, понимаете? Солай өзіңізге өзіңіз справка жасап алған өзіңіз. И
опять-таки таңдауды да өзгертетін өзіңіз. И білесіздер да, бүкіл ел айтады, өзгерісті дайын болған кезде ғана Алла тағала саған жібереді деп та. И осы сөзді айта тұра көп адам мәніне, мағынасына бара бермейді да. Қандай кез ол сіз дайын болдыңыз дегенді қалай түсінесіз? Ол просто өміріңіздің жауапкершілігін өз қолыңызға алған кез. Сіздің басыңызға екі ой келіп тұр: я могу, я не могу деген. Сіз саналы түрде не үшін мен қолымнан келмейді, басқа адам жасап жатқанды мен неге жасай алмаймын деген сияқты қорықпай өзіңіздің жауапкершілігіңізді өз қолыңызға алып шешім шығару. Понимаете? Әрекетке қарай жүру. Сіздің кез келген жертвенность, кез келген детская позиция, кез келген сіздің негативный состояниеңіздің барлығының артында не? Оның артының барлығында әрекетсіздік, бездействие. Понимаете? Ал сіздің саналы өмір сүргеніңіз, өмірді өз қолыңызға алғаныңыз, осознанно саналы шешімдер шығарғаныңыздың барлығының артында әрекет тұр. Понимаете? Сіз әрекет етуден қорқасыз. Сізге диванда жата бергіңіз келеді, бүкіл ел сізге алып кеп берсе, жасап берсе, сіз удачно тұрмысқа шықсаңыз, соның барлығы сіздің просто жауапкершілігіңіздің жоқтығынан. Сіздің жауапкершілігіңіз жоқтығыңыз сізді алып жертваға тығады. И поэтому сіз причинасының бәрін біліп тұрсаңыз да, түп тамырын проработать етсеңіз де, сіз қайтадан сол шешімге, қайтадан сол өмірге айналып келіп аласыз. Сіз жабысып тұрсыз да сол нәрсеге, сол ойға жабысып алғансыз. Бағанағы менің қолымнан келмейді деген ойға сіз бір өлердей жабысып тұрсыз да, бірақ сіз түсіну керексіз. Сіздің бала кездегі айтқан мамаңыздың, айттым ғой, ол сөз печать емес, ол ешқандай өмір бойы кетпейтін сіздің бойыңыздағы, басыңыздағы дағы емес. Ол жай ғана айтылған қума сөз ғана. Соған жабысып, сол ойды ойлап, дәл сондай шешімдерді шығарып жүрген өзіңіз ғана. Понимаете? Енді өміріңіздің жауапкершілігін алып, маған мына ой, мынандай решение керек емес деп бір шешімнен екінші шешімге ауысу деген өзіңіздің саналы өмір сүру деген сол осознанный шешім шығару. Сіз ойлайсыз ба, дамыған жаңағы өзімен жұмыс жасаған адамдардың басына менің қолымнан келмейді деген ой келмейді деп ойлайсыз ба? Сіздікінен де көп келеді, понимаете? Олар просто саналы шешім шығарады. Оның басында всегда екі ой, всегда таяқтың екі ұшы тұрады. Менің қолымнан келмейді или менің қолымнан келеді деген екі ой всегда тұрады. И ол всегда саналы шешім шығарады. Менің қолымнан келеді, мен қайтсем де я смогу деген нәрсені саналы түрде қабылдайды. Ал сіз не істейсіз? Сізге ұнайды жертва болу, сізге ұнайды өзіңізді жалеть ету, да, и сөйтіп аласыз да, менің қолымнан келмейді деп бүкіл елді кінәлап қойып өзіңіз жата бересіз. Мынау жұмыс жасамайды екен. То есть бір сабақ көресіз ба, бір нәрсені тыңдайсыз ба, сіздің уже басыңызда қолымнан келмей қалса не болады? Сіз уже бастамай жатып, ана жұмыстың банкрот болсам не боламын деп қиналып отырасыз. Сіз даже бастап та көрген жоқсыз, сіз даже опытыңызда жоқ ол нәрсеге, бірақ сіз банкрот болсам не боламын, ақшам далаға кетсем не істеймін, бүйтсем не істеймін, уақытым бекер. Сізге даже ақша төлемейтін жай ғана жай ғана курс, жай ғана өзіңізбен жұмыстың өзінде ойымды өзгерткеннен бәрібір түк шықпайды ғой деп сіз түк істемей отыра бересіз. То есть сіз әлі ойыңызды өзгертіп те көрген жоқсыз, установкаңызды тауып та көрген жоқсыз, оны өзгертіп біраз уақыт жүріп те көрген жоқсыз, но при этом сіз сенімдісіз, что ойыңызды өзгертсеңіз де по-любому түк шықпайтынына. Осы нәрсені бұны негізі признать ету, да, ішіңізде мойындау өте қиын. Бірақ та, знаете, бір нәрсені біліңіз, всегда көріп отырған сіздер де, айтып отырған мен де, барлығымыз өмір бойы бір нәрсеге зәру болып өтеміз. Өмір бойы. Біз ешқашан қалауымызға, ешқашан жанның тыныштығына жетпейміз. Это не означает, ол сіздің төрт құбылаңыз түгел болмайды, там сізде денсаулық болса байлық болмайды, байлық болса қарым-қатынас болмайды, қарым-қатынас болса там бір нәрсе болмайды деген емес. Сіздің төрт құбылаңыз түгел болса да, сізде бәрі бар болса да, сіз бір нәрсеге өмір бойы зәру болып өтесіз. Бір кем дүние деп бекер айтпайды.
мысалға сіз қараңызшы, денсаулығыңыз да бар, ақшаңыз да бар, у вас все есть. Сіз не істейсіз? Сізге уже балаңызға деген уайым басылады да, сіз хотите, чтобы оның өмірінде бәрі жақсы болған. Ладно, балаңызда бәрі жақсы болады дейді да, уже немереңіздің өміріне уайымдап бастайсыз. Ладно, немереңізде бәрі жақсы, уже туысыңызға всегда сізге бір нәрсе жетпей тұратын болады. И осы проработканың барлығы, өзіңізбен жұмыстың барлығы сізді қайда апара жатыр білесіз бе? Сіз ойлайсыз ғой, менің арманымдағы өмірге осы проработка арқылы кетіп бара жатырмын. Мен осы проработка арқылы жаның тыныштығына кетіп бара жатырмын да. Мен осы проработка арқылы сондай бір қалаған өміріме, бір арманымдағы өміріме кетіп бара жатырмын деп ойлайсыз да. Негізі былай айтайын деген жоғым. Ладно. Сіз кетіп бара жатырған нәрсеңіз, сіз өзіңізді өзіңізге қайтарып жатсыз да. Вы ищете то место, где вы находитесь сейчас. Понимаете? Сіз өзіңіз қазір отырған жерді бүкіл әлемнен іздеп жатсыз. Сіз айттым ғой, сіз проработка арқылы сіз сол әлемге бармайсыз, сіз керемет өмірге бармайсыз, сіз өзіңізді өзіңізге қайтарасыз. Міне осы отырған сәтіме мен не істедім? Өмір бойы алған жасаған проработкамның бәрі мен не істедім ағам? Міне өзімді өзіме қайтарды. Саналы өмір, қазіргі сәтпен өмір сүру, жаңағы туалеттің өзіне осознанно бару деген нәрсеге мен алып келді. Өзімді өзіме қайтарды. Сөйтіп жанымның тыныштығы арқылы маған қалаған нәрсем, қалаған ақшам барлығы маған келді. Понимаете? Барлығы айтады ғой, жаңа өзіңмен күрес өлгенше деп та, өзіңді таны деп. Өзіңді тану деген не, білесіздер ме? Элементарно өзіңді тану деген өзіңнің басыңдағы ойларыңды тану. Болды. Өзіңді тану деген сол ғана. Өзіңнің неңді танисың? Қолыңды танымай жүрсің ба? Танисың. Не знаю, шашыңды танымай жүрсің ба? Танисың. Сен неңді танымай тұрсың өзіңнің? Сен өзіңнің басыңдағы ойыңды ғана танымай тұрсың. Сен білесің, рентгенге барып, сен шектеріңнің, жаңағы бүкіл денеңнің қалай жұмыс жасап тұрғанын фотосында көре аласың, бүкіл нәрсеңді көре аласың, өзімен көре аласың да. Сен бүкіл денеңді, ағзаңды танып тұрсың, бүкіл нәрсеңді сен танып тұрсың, бүкіл іш құрылысыңның жұмысын бәрін медицина позволяет, сен танып тұрсың. Сен нені танымай тұрсың? Ойыңды ғана танымай тұрсың. Сен когда каждый ойыңды таныған кезде, міне менің басымда осындай құрттаған ой бар, міне менің басымда осындай сенім бар, міне менің басымда осындай қорқыныш бар деп, каждый ойыңды детально білгенің, ол сені неге алып барады? Ол сені саналы шешім шығаруға алып барады. А когда сен саналы шешім шығарған кезде, өміріңе өзгеріс келеді. Каждый саналы шешім ол әрекет. Детская позициядан шыға алмай жүреді адамдар. Почему? Олдың барлығы әрекетсіздікке апарады. Жертвенность неге апарады? Ол да әрекетсіздікке апарады. Қорқыныш неге апарады? Әрекетсіздікке апарады. Уайым неге апарады? Әрекетсіздікке, барып диванға жатуға алып барады. Өзгеріс, саналы өмір сүру, осознанность дегеннің барлығы бір-ақ нәрсе. Әрекетке алып барады. Сіз әрекет дегенге мен бұрында шошитын едім да, ой, әрекет жасау керек, жұмыс істеу керек деген кезде, мен тағы да жұмыс десе, мен сондай жұмыс, әрекет деген сөзді естігенімде қиналатын едім да. Маған әрекет жасау керек, маған жұмыс істеу керек деген сияқты. Ол вообще қиын емес екен, оказывается. Сіз просто әрекет, жұмыс деген сөздің өзінен ғана қорқуыңыз мүмкін. Сөйткен сіздің басыңызда бар, жұмыс десе бітті, қара жұмыс, қиналу ғана сіздің ойыңызға келеді. Ал жұмыс дегеніңіз не? Жұмыс дегеніңіз сіздің сабақ түсіріп отырғаным бұл жұмыс, басыма идея келгені жұмыс, саналы өмір сүргенім жұмыс, осознанно өмір сүргенім жұмыс, қазіргі сәтте присутствовать еткенім жұмыс, бұның барлығы жұмыс. Бірақ сіз жұмыс дегенді тек қана андай қиналып бір азаннан кешке дейін тынбай жүретін нәрсені ғана сіз жұмыс деп санайсыз. Оның өзі сіздің теріс түсінігіңіз, оның өзі сіздің дұрыс емес установкаңыз. Поэтому бүгіннен бастап өміріңіздің жауапкершілігін өз қолына алыңыз, всегда біліңіз. Сіз қандай шешім шығарып жатсыз? Жертваға кетіп бара жатсыз ба, әлде осознанно шешім шығарып, өміріңіздің жауапкершілігі өзіңізде ме? Сол нәрсеге всегда мән беріңіз.